Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен неге аффирмациялар жұмыс жасамайды деген сауалға жауап беріп көреміз. Ең алдымен, негізі аффирмациялар ол жұмыс жасайды, негізінде. Бірақ кейбір адамдар айтып жатады, қойшы, бұл маған келмеді. Мысалы, мен бір аффирмацияны айтсам, ішімде бір қарсылық пайда болды дейді, мен оған сенбеймін деген пікірлерді естіп жатамыз. Әрине, бұл жағдайда аффирмация жасамайды, ол жұмыс істемейді. Мысалы, ол балаға кішкентай кезінде сен ұсқынсызсың деп жиі айтса, немесе бір ситуация болып қалды, өмірінде қатты. Сен ұсқынсызсың деп біреу айтып қалды, және ол өмір бақи сол установкамен келе жатыр. Және өзіне аффирмация айта бастады. Мен әдемімін деген. Сол кезде ол өзіне қанша айтса да, ішінде қарсылық пайда болады. Оған сенбейді. Саналы түрде ол түсінсе де, мен әдемім ғой, мен көздерім әдемі сияқты, менің былай мұрным әдемі сияқты деген саналы түрде түсінсе де, бейсанасындағы негативті установкасы кедергі жасап тұр. Жаңағы аффирмацияның қабылдауына кедергі жасап тұр. Бұл жағдайда не істейміз? Бұл жағдайда біз ең алдымен позитивті аффирмацияларды айту үшін, позитивті аффирмациялардан бізге белгілі бір нәтиже болу үшін, сол негативті, жаңағы позитивті аффирмацияға қарама-қарсы негативті установкамен жұмыс істейміз ең алдымен. Мысалы, мен ұсқынсызбын деген установкамен біз жұмыс істеу керекпіз. Оны не істейміз? Оны біз талқыға салу керекпіз. Ол психотерапияда когнитивті бихевиоралды терапия деп аталады. Өте эффективті терапия. Себебі талай адамдар осы тәсіл арқылы, методика арқылы өзінің комплекстарынан айырылған болады. Мысалы, маған да өте көмектесті бұл методика. Не істейміз? Мен осы жайлы толық видео түсіргем, қателеспесем бір 17-20 минуттай. Мен мысалы қайтадан ол жайлы айта алмаймын ғой, сол себепті астына сілтемесін қойып қоямын. Комплекстерден құтылу жолдары деген видео. Осы видеоның астына сілтемесін қоямын. Сол видеоның астында 13 сұрақ бар. Сол 13 сұраққа жазбаша түрде жауап беру керек. Қалай жауап беру керек? Мысалдары барлығы сол видеода айтылған. Сол себепті сол установкаларыңызды алып, сол 13 сұраққа жауап беріп, сол ең алдымен негативті установкалармен жұмыс істеу керек. Ол не деген сөз? Яғни аффирмация жұмыс істемейді деген сөз бе? Яғни өзіміздің негативті установкамызбен жұмыс істемесек істемейді деген сөз бе? Жоқ, ол аффирмация негізі жұмыс істейді. Бірақ та дәл сол установкаға қатысты қарама-қайшы установка болса, онымен жұмыс істеу керек. Мысалы, сіз мен ақылдымын, мен таланттымын деген аффирмацияларды айтсаңыз, бірақ оған, мысалы, кішкентай кезіңізде соған қатысты негативті установкалар болмаса, мысалы, айтылмаса, онда ол аффирмация сізде жеңіл қабылданады, бейсанаңызға өтеді, айта берсеңіз жиі. Аффирмациялардың жұмыс істемеуінің тағы бір себебі, ол сіз тыңдағанда бер жағынан ғана тыңдай саласыз. Жай ғана ол сөзді ойланбайсыз, ой елегіңізден өткізбейсіз, визуализация жасамайсыз, жай ғана тыңдайсыз, болды. Мен әдемімін, тыңдадым. Мен баймын, мысалы, жай тыңдадым. Әрине, ол жұмыс жасамайды. Сіз өзіңізге алмадыңыз, өзіңізге сіңірмедіңіз. Сол кезде аффирмация жұмыс істемейді. Қалай жұмыс істеу керек? Сіңіріп. Мысалы, сізде мынандай аффирмация, әйелдерге мынандай аффирмация. Мен нәзікпін. Мен нәзікпін дегенде, ол аффирмацияларды өзіңізге сіңіру үшін, өзіңіздің нәзіктігіңізді көз алдыңызға елестетіңіз, өзіңізбен тамсаныңыз, визуализация жасаңыз. Барынша сол нәрсеге сенуге тырысыңыз. Ой елегіңізден өткізіп, ішіңізге сіңіруге тырысыңыз.
Әрине ол жай ғана тыңдай сап, ол оймен былай ой елегіңізден өткізбей жұмыс істемесеңіз, ол аффирмация әрине жұмыс істемейді. Сол үшін егер де белгілі бір ой бейсанаңызға кірсін деп ойласаңыз, міндетті түрде эмоциямен қабылдаңыз сол нәрсені. Ол ғылыми түрде дәлелденген. Адам кез келген бір ойды немесе установканы эмоциямен қабылдаса, эмоционалды түрде қабылдаса, ол бейсанаға өтеді. Сол себепті кез келген ойды эмоционалды түрде қабылдау керек. Эмоциямен, сезіммен, визуализация жасап, сол кезде эффективті болады. Аффирмацияларды эффективті қылу үшін, яғни бейсанаға тікелей өту үшін тағы бір методика бар. Ол техника эмоциональной свободы, орысшасы. Қазақшасы эмоционалды бостандық техникасы деп аталады екен. Ол қалай жұмыс жасайды? Ол мына денеміздегі белгілі бір нүктелерді соғу арқылы аффирмацияларды айтсақ, ол бейсанаға өтеді деген тұжырым бар. Ол дәлелденген техника эмоциональной свободы, интернеттен де қарасаңыздар болады. Сонымен қоса менің видеом бар. Бұл жайлы толық видеом бар. Қалай жасау керек, қай нүктелерді соғу керек, қалай айту керек, болғаннан кейін не істеу керек, қанша минут, барлығы сол видеомда айтылған. Міндетті түрде сілтемесін қойып кетемін. Көріңіздер. Құрметті менің көрермендерім, бүгін сіздермен өзекті тақырыптардың бірін қозғадық. Ол неге аффирмация жұмыс істемеді? Сіздерге осы ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, себебі сіздерді әлі де талай қызықты контенттер, тақырыптар күтіп тұр. Сол үшін, жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздесейік.